Шынайы оқиғаға негізделген «Періште» фильмінің тұсаукесері өтті. Драма жанрындағы фильм көрерменді 90-шы жылдардың шынайы тыныс-тіршілігіне жетелейді. Туындыда отбасы құндылықтары мен қоғамдағы өзекті мәселелер кеңінен қозғалады. Толығырақ тілші бейнематериалында. Сценарийі 5 жыл жазылған драма қалың көрерменнің қызығушылығын тудырды. Шынайы оқиғаға негізделген туынды 90-шы жылдарды бейнелейді. Сол дәуірді қайта жандандыру ең күрделі жұмыстардың бірі болды дейді фильм продюсері. Бұл кинода біз жанымызды беріп салдық. Өткені идея жақсы болғаннан кейін режиссер маған айтты, біз деген мықты мамандар жинау керекпіз. Сондықтан да сол жинадық, олар жандарын беріп, бүкіл фильмді мойындарына алған жүктерін өте 100% атқарып шығарды. Бұл фильмде әрбір сценаны көретін болсаңыздар, бұны художниктер өздері қолдарымен жасады 90 жылда. Фильмнің тағы бір айрықша қыры жаңа таланттардың танылуы. Бұл туындыда бұрын соңды үлкен экранда көрінбеген бірқатар актер алғаш бой көрсетті. Соның бірі басты кейіпкер Гүлсім. Бұл өте күрделі образдардың бірі. Соған қарамастан актриса өз рөлін жоғары деңгейде сомдап шықты дейді ұйымдастырушылар. Гүлсім шешуші кейіпкер, өте қиын рөл болды. Бұл отбасылық фильм. Ең бастысы бүкіл отбасы болып келіп көру керек деп ойлаймын. Драмаға толы картина отбасы құндылықтары, тәрбие және қазіргі қоғамда ер азаматтардың жауапкершілігі сынды өзекті тақырыптарды қозғайды. Көрермен де фильмнен алған әсермен бөлісті. Бір сабақ алатын дүние өте көп. Қай жағынан болмасын, сабақ алатын дүние өте көп. Өте шынайы, өте маған қатты әсер етті. Еркек басымен бір жылап алдым шынымды айтсам. Өте мықты әсерлі кино болды. Кино өте қатты ұнады, жақсы, прям көз алмай қарадық, өте қатты ұнады. Бәріне кеңес беремін. Кейде әзіл де болды ішінде, бірақ көбінесе бір эмоциялдық, керемет эмоциялдық, көзден еріксіз жас ақты. Айта кетейік, фильмді 16 сәуірден бастап еліміздің барлық кинотеатрларынан тамашалай аласыздар. Диана Орынтай, Сәбит Наурызбаев, 7-ші арна.